Құрметті қазақ елі, қазіргі таңда Әділетхан Молдаханның сотта да қылмыстық істеде мүддесін қорғаған қорғаушы Жантөре мырза екеуміз отырмыз. Бұл қылмыстық соттың шешімімен үкімімен заңгерлер ретінде біз мүлдем келіспейміз. Соттың соңғы нүктесін қоятын апелляциялық сот бар алдымызда. Апелляциялық сот Әділетханның жазасын жеңілдетеді деген сенімдеміз. Ол бас бостандығында айыратындай жаза қолдану дұрыс емес деп есептейміз. Сонымен қатар қоғамда да заңгерлерден орынды сұрақ туындап отыр. Мемлекетке сын пікір айтатын қоғам белсенділері алаңдап. Егер де біз өзіміздің ойымызды ашық түрде жеткізетін болсақ, оны ертең көрінеу жалған ақпарат деп шықпай ма? Мысалы, көптеген әділетсіздікке душар болып отыр. Мемлекет ондай адамдар тыңдап көмектесіп, артық мемлекет құру үшін қолдау қажет емес пе деген сұрақтар туындап отыр. Сонымен қатар біз қазіргі таңда Әділетханға қатысты неліктен сондай ауыр жаза қолданғанын білгіміз келіп отыр. Ол резонанстық іс болғаннан кейін оның айтқан сөздері нақты қандай фактілермен ауыр екенін дәлелдейді. Неге сондай ауыр жаза тағайындап отыр оған? Неге оған тек қана бас бостандығын шектеу жазасын бермеді? Басқа да сұрақтар өте көп, және де біз осы істе апелляциялық сотта Әділетханның үкіміне қатысты апелляциялық сот жеңіл жаза тағайындауын сұраймыз. Біз бұл қылмыстық істі сот бір жақты қарады деп есептейміз. Молдахан Әділетхан халықтың жауы емес. Ол Молдахан Әділетхан осы күнге дейін ішкі істер министрлігімен бірге совместно видеороликтер түсірген, яғни құқық бұзушылыққа қарсы видеолар өте көп. Сонымен қатар өзі кезінде құқық қорғау органдарында істеген, заңды жақсы біледі. Енді іс бойынша келетін болсақ, осы сол Молдахан Әділетханның айтқан сөзінен кейін осы қаламызға басқа қаладан осы патрульдік полиция қызметкерлері келгені, одан бөлек осы жүргізушінің атындағы үлкен штрафтардың барлығы расталған болатын. Сонымен қатар айта кететін жағдай, қазіргі таңда амнистия шығарылған. Амнистияда не себептен осы 274 бапты алып тастаған, қалған баптардың барлығы тұр. Алаяқтық бабы бар, жаңағы есірткіге қатысты бап бар, осылардың барлығы тұр. Именно 274 бапты алып тастаған. Неге осы іс бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте 73-ші бап бар, бізде жала жабу деген. Не үшін осы баппен сараламайды? Молдахан Әділетханға бас бостандығын айыратындай ол не істеді? Тура биде туған жоқ дейді. Ендігі үміт біздің апелляциялық сатыда біз әділ сот болатынына сенеміз. Сөз бостандығы жалған ақпарат таратуға құқық бермейді. Бірақ жалған ақпаратпен күрес негізді сын айтуға, қоғамдық бақылауға және билікке сұрақ қоюға кедергі болмауы тиіс. Әділетхан бойынша соттың шешімі шықты, 2,5 жылға дейін бас бостандығынан айырып жіберіп отыр. Соттың шешімімен мен толығымен келіспеймін. Бұнымен бүкіл Қазақстанда келіспейді. Сондықтан адвокаттар жақын арада апелляцияға беретін болады. Күзге дейін бас бостандығынан шектеу жазасына қайта қарауды сұраймын. Мен әлі де болса бұл сот жүйесіне сенем. Енді Әділетханның сөзі жаңағы соттың айтуынша мен шындықты айтқанымды мойындаймын дегенге тіреліп жатыр екен. Ол енді себеп емес қой. Сен толығымен мойындап жатқан жоқсың деп бас бостандығынан айырып жіберген дұрыс емес деп есептеймін. Пактың өзіне 10 жылға минимальная безопасность колония поселениеға жібереді сот, 3 адамды өлтірсе. Ал Әділетхан жай ақпаратты айтқан үшін, әлеуметтік желіге таратқан үшін 274 баптың 3-ші бөлігіне аударып жібергендері ол өте дұрыс емес деп есептеймін. Ол себебі масс-медиа арқылы 274-тің 2-ші бөлігінің 3-ші тармағы бойынша қаралу керек еді. Мен әлі де болса мына күзге дейін бостандыққа шығады деген үміттемін. Қайта қараңыздаршы, өтініш. Әділетхан сотталды дегенді естіп, кейбір адамдар жазып жатыр комментарийге. Несі бар еді, тыныш жүрмей ма деп. Сөйтіп жазатын, сөйтіп айтатын адамдарға менің айтарым бар. Біздің ел үндеместердің, тыныш жүретіндердің еліне айналмау керек. Әркім өз пікірін айта білу керек. Ол қанша шырылдады ғой, тек қана алдындағы оқиғаға байланысты емес, ол қазақ үшін көп дүние айтты, халыққа пайдалы дүниелер жасалды. Сол себепті жығылғанға жұдырық болмау керек, керісінше қолдауымыз керек. Қазақтың осындай азаматтары көп болу керек, ел үшін шырылдау керек, жер үшін шырылдау керек, әділдік талап ету керек деген сияқты. Яғни біз үндеместердің еліне
айналмауымыз керек. Барлығымыз тыныш жүр, бүйтпе, сөйтпе дей берсек, онда қандай біз мемлекет боламыз? Керісінше сын шын болу керек. Әркім өз пікірін айта білу керек. Иә, заң аясында ар ұяттан, шекарадан аттамай деген сияқты. Бірақ үндемей нең бар еді деп біз балаларды үйтіп тәрбиеленуіміз керек. Керісінше бір нәрсеге көзі жетті ма, бір нәрсені көріп тұр ма, біліп тұр ма, үндемей қалмау керек. Әр адам өз пікірін білдіру керек деген позицияны ұстануымыз қажет. Енді апелляцияға береді деп жатыр ғой, Құдай қаласа. Әділетхан азаматымыз елдің, қазақтың жігіті аман есен босап, барлығы дұрыс жағынан шешіліп, отбасына оралсын деп тілейік. Әділетхан Молдаханды, юристі, неге қазақ халқы қолдамап? Санжар Боқаевты неге Қазақстан Республикасының азаматтары қолдамап? Сұрақ. Мысал, бүгін Әділетхан юрист 2,5 жыл сұрағын алды. 5 жыл не боламайды енді. Блогерсті жүрзе алмайды. Иә, неге бір қазақ тұрып әу демеді? Неге бір қазақ халық қолдамап? Сұрақ. Или қазақ рухы мықты, күшті, өзінің азаматы осындай жағдай жасап жатқан кезде неге шықпады? Или әлсіз болды ма? Деген сұрақтар туындайды. Иә? Или олардың еңбегі дұрыс бағаланбады ма? Еңбегі ұшан теңіз, біраз нәрсенің бетін ашты, біраз нәрсенің былықтарын көрсетті. Иә? Біраз адамның көзі ашылды. Рахмет. Бірақ халық қолданады. Сұрақ. Неге деген? Или бәрі қорқақ па? Сен тимесең, мен тиме, бадыраң көзіп шетте қарап отырды ма? Қарап тұрсың, сонда иә, негізі ответ. Бірақ мен айтайын сіздерге оның жауабын. Қазақ халқы, қазақ елі негізі 2 аудиторияға бөлінген. Ол елдің арасында жүрген нәрсе қазақ тілді аудитория және орыс тілді аудитория деп бөлінеді. Оны мен айтпасам да сіздер беске білесіздер. Бірақ бұл енді әдеби тілде айтылған дүние. Мен оны былай айтсам дұрыс болады деп ойлаймын. Лидерлер және домашний құлдар деп 2 аудиторияға бөлеміз. Лидер и домашний құлдар. Енді осы 2 аудитория неге Әділетхан Молдахан мен Санжар Боқаевты қолдамады, неге көмектеспеді деп айтайық. Бірақ мысалға лидерлер Әділетхан Молдахан не жасағанда, заңгер сбор жинады ғой, сол кезде бірінші болып лидерлер көмектесті. Құлдар, домашний құлдар, олар бір тиын ақша шығармайды, және олардың көмекшілері мен құлдары, қызметшілері олар бір тиын ақша шығарған жоқ. Именно лидерлер несін сборын жауып берді, көмектесті. Бірінші отзывас еткен, бірінші неғын сол лидерлер болды. Иә, оның істеген, халыққа істеген еңбегін ескере отырып, иә, жоққа шығарма, иә, істеді, жұмыс істеді, көрсетті, біраз адамның көзін ашты деп ескере отырып, бірінші болып көмектескен ол лидерлер. Естеріңізде сақтаңыздар. Құлдар емес, домашний құлдар емес. Енді жауапты берейік. Неге қолдамады деген? Біріншіден, домашний құлдар және олардың көмекшілері, яғни көмекшілері, қызметшілері, өздерінің құлдары ешқашан қолдамайды да Әділетхан Молдаханды, заңгерді және Санжар Боқаевты қолдамайды. Ол потому что құл. Құл құлдық тірлігін жасайды. Сенек айтпақшы, құлдың малдан айырмашылығы бірақ нәрсе деген. Ол сенің тіліңде сөйлейді және сенің айтқаныңды түсінеді деген. Түсіндір ма? Сенің тіліңде сөйлейді және сенің айтқаныңды түсінеді, істейді. Вот. Бұл бірақ айырмашылық, басқа айырмашылық жоқ деген. Вот. Одан кейін ешқашан құл адам сені қолдамайды. Қай жерде барсаң ойда бар, не айтсаң оны айт, сол. Ал екінші сұрақ, онда неге лидерлер Әділетхан Молдаханды және Санжар Боқаевты қолдамады деген сұрақ туындайды. Ол сұрақтың жауабын келесі видеода айтамыз сіздерге.